Сәлем достар, баршаңызға менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Сәуле. Бүгін сіздерге капустадан ашытылған салаттың рецептісін бөлісетін боламын. Өте дәмді, өте сулы, қып-қызыл, қытырлақ осындай тәбетті ашатын капусталарды тек қана менің рецептіммен жасап дайындай аласыздар, қыздар. Қыстың күні иммунитетіңізді көтеретін, тамаққа қосып жеуге таптырмайтын күшті салат бұл. Видеоны соңына дейін қарап, лүпіл басып пікір қалдырып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаймыз, қыздар. Ендеше салатты жасауға кірісеміз. Біз капустаның сыртқы қабатын алып, мұздай сумен жақсылап жуып аламыз. Қыздар, сіздерге ескерте кететін жағдай, кез келген капустадан ашитын квашеный капуста жасай алмайсыз. Себебі өзінің қыста шығатын аппақ, қабықтары қалың капуста болады. Тек қана сол капустадан жасағаныңыз жақсырақ шығады. Видеода көрсетілгендей қылып, капустамызды ірі қылып турап аламыз. Капустамызды қызарту үшін свекло қосамыз. Свеклоны 3/1 қосамыз, қыздар. 3/1 дегеніміз 3 кг капуста болса 1 кг свекло қосу керек. Менде капуста көбірек болғаннан кейін свеклоны көбірек қосып жатырмын. Қыздар, салат өте керемет болып шығу үшін свеклоның да жақсысын таңдап алғаныңыз жөн. Себебі свекломыз нашар болса, капустамыз қызармай қалады. Видеода көрсетілгендей етіп, свекломызды ортасынан бөліп, жіңішкелеп турау керек. Салатқа қосатын барлық заттарымызды дайындап алдық. Ендеше көреміз. Сарымсақ, хрен жапырағы, секер, тұз, лавр жапырағы, горох бұрыш, қалампыр, қызыл бұрыш, кориандр, тірілген укроп қосатын боламыз. Салатты ашытуға тураған капустаңыз сиятындай эмалированный ыдыс қақпағы бар, немесе кез келген шелек болсын, салат ашытуға арналған ыдыстардың барлығы жарай береді. Капустамызды салмастан бұрын түбіне жапырақтардан чесноктың ортасын бөліп, горох бұрыш, қалампырдан салып жіберіңіздер. Капустаны салып ашытатын ыдысыңыздың көлеміне қарай мұздай суды дайындап алыңыздар. Құйған суыңызға капуста батып тұратындай болу керек. Мұздай суға тұзды, секерді, барлық спецтерді салып, жақсылап араластырамыз. Тұзы, секері ерігенше кішкене тұру керек. Видеода көрсетілгендей капустамызды текшелеп жинаймыз. Содан кейін бір қатар капуста, бір қатар свекло қылып кезектестіреміз, қыздар. Капустамыздың арасына горох бұрыштан, қалампырдан, лавр жапырақтарын және чесноктан турап салып отырамыз. Суға салған барлық заттарымызды тағы да былғап, жақсылап ерігенше араластырып отыру керек. Барлық капустамызды, свекломызды шелегімізге салып болдық. Енді дайындап алған суымызды үстінен құямыз. Капустамыз ішінде батып тұратындай болу керек. 2-3 күннің ішінде ашиды. Соғанға дейін үй температурасында тұрғаны дұрыс. 2 күн өткеннен кейін капустамызды астын үстіне аударып, дәмін көріп, тұзы жеткіліксіз болса, тұз қосып, егерде ашмай жатқан жағдайда секерін қосып, тағы да үстінен араластырсаңыз болады. 3 күннен кейін салатымыз жеуге дайын болады. Мінекей біздің салатымыз өте керемет болып шықты. Дәмі деген енді керемет, қып-қызыл, күтірлеп тұрған, тәбетті ашатын нағыз ашыған капуста деп осыны айту керек. Енді бұл капустаны, қыздар, салқын жерге шығарып тастасаңыздар болады. Себебі жылы жерде тұра берсе, өте қатты ашып кетеді. Мінекей біздің, қыздар, салатымыз дайын. Сіздер де жасап көріңіздер. Менің видео рецептім ұнап жатырса, достарыңызбен бөлісіп пікір қалдыруды ұмытпаңыздар, достар.